Shopping. Бірінші жаттығу. Ақшалар сан түрінде беріледі, ал A-дан F-ға дейін жазба түрімен сәйкестендіру керек. 1. 25 pence. 2. 2 pounds 50. 3. 50 pence. 4. 1 pound. 5. 10 pounds. 6. 9 pounds 60. Екінші жаттығуда тыңдап, қандай баға айтты, соны жазу керек болады. 1. 32 pence. 2. 75 pence. 3. 3 pounds 20. 4. 8 pounds. 5. 15 pounds. 6. 7 pounds 50. Үшінші жаттығуда conversation'ды тыңдап, Jared'дің қайда екенін табу керек. In a clothes shop, киімдер дүкенінде ме? At a supermarket, супермаркетте ме? In a souvenir shop, сувенирлер магазинде ме? In a sports shop, спорт дүкенінде ме? Тыңдалымда посткардстар, яғни ашық хаттар туралы айтылады. Яғни дұрыс жауап Jared is in a souvenir shop. Төртінші жаттығуда кей фразаларды өзіміз үшін оқып аламыз, және де екі сөйлем берілген, оған дұрысын таңдап жазу керек. Дұрыс жауаптары. 1. Jared buys 4 postcards. 2. The postcards are 2 pounds 40. Бесінші жаттығуда тыңдап және де диалогты қайталаймыз. Have you got any t-shirts? Yes, they're here. I would like a red t-shirt, please. Here you are. How much is that? That's 22 pounds. Thank you. Алтыншы жаттығуда, бесінші жаттығуда көк сөздермен боялған сөздерді орын ауыстыра отырып, өзіңнің диалогыңды құра дейді. Мен астына көрсетіп қойдым, мысал ретінде қарап жазуға болады. Видео сізге пайдалы болса, тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз.